Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді пышный болып шығатын сүзбелі бәліш жасайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын каналға подписаться етіп қойды ұмытпаңыз. Ең алдымен жылы сүтімізге 1 шай қасық ашытқымызды салып, жақсылап араластырып бір шетке қойып қоямыз. Одан кейін сүзбені қосамыз, оның үстінен бір жұмыртқамызды жарамыз, жақсылап араластырып аламыз. Құмшекерімізді қосамыз, бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен апарамызды құйып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Үстінен електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Алдымен лопатканың көмегімен жақсылап араластырып алып, одан кейін қолдың көмегімен араластырып, жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Қамырды 1-2 сағатқа көтерілгенше бетін жауып қалдыратын боламыз. Осылай жұмсақ қамыр шықты. Енді бетін жауып пищевой пакетпен жылы жерге қалдырамыз. Осылай 2 есе көтерілуі қажет. Көтерілген қамырымызды алып, теңдей 8-10 бөлікке бөліп алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп 8 бөлікке бөліп алсаңыздар болады, немесе майдалап жасағыңыз келсе, одан да көп бөлік шығаруға болады. Қамырларымызды алып домалақтап аламыз барлығын. Видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Енді қамырымызды алып орташа көлемде жайып шығатын боламыз. Ортасына вареная сгущенкамызды қосамыз, салатын боламыз, және де видеода көрсетілгендей етіп орап шығыңыздар. Осы астыңғы жағын жақсылап осылай жапсыруды ұмытпаңыздар. Сол кезде сгущенкасы қатты ағып кетпейтін болады. Барлық булочкаларымызды осылай жасап аламыз да, тағы да 10-15 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Мінекей біздің булочкаларымыз әдемі болып шықты. 180-200 градуста 20-25 минут аралығында қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің өте жұмсақ, нәзік, дәмді булочкаларымыз дайын. Қалауыңыз бойынша қант ұнтағын осылай бетіне сепсеңіздер, өте әдемі көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте жұмсақ, дәмді вареная сгущенкамен керемет болып шығады. Егер менің арнамда жоқ болсаңыз, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Лайк басып пікір қалдыра отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Келесі видеода кездескенше.